Мысық өміріңізді ұзартады. Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жер бетінде ең көп таралған емшілер үйдегі мысықтар. Егер иесі олармен сенімді, дұрыс қарым-қатынас орната алса, онда мысық иесінің ауру жерлерін тауып емдей алады. Олар ауырған жерге жатып, мияулап, пырылдап, өз жылуымен жылытады. Ауру да басылады. Жағдай тым күрделі болса, мысық бірнеше сағат бойы науқастың үстінен түспеуі мүмкін. Статистикаға сүйенсек, мысықты жақсы көретіндер мысығы жоқ кісілерге қарағанда дәрігерге 5 есе аз барады екен. Жүрек-қан тамыр аурулары. Мысықтардың иелерін инфаркт пен гипертониялық кризден құтқарғаны жайлы түрлі әңгімелер бар. Мысық тіпті болуы мүмкін ұстамаларды да алдын ала сезіп, иесіне түрлі тәсілдермен ескертеді. Үйдегі мысық миокард инфарктісінің қайталану қаупін азайтады. Адам өзінің сүйікті мысығын бірнеше минут сипалағаннан кейін қан қысымы мен импульстың қалпына келгенін байқайды. Асқазан ішек жолдарының аурулары. Мысықтарды сипалау ас қорыту үшін де пайдалы. Қысқа түкті немесе түксіз мысықтар әдетте асқазан ішек жолдары, жыныс және де зәр шығару жүйесінің ауруларын басқа мысық тұқымдарына қарағанда жақсы емдейді. Стресс және де шаршаңқылық. Мысықтар шаршауды, стрессті басып, бас ауруын жеңілдетеді, қысымды төмендетеді және импульсті қалыпқа келтіреді. Қалың түкті мысықтар Сібір, Ангора, Парсы, Бирма, Норвегиялық орман мысықтары керемет психотерапевт және невропатолог. Олар ұйқысыздықтан, депрессиядан зардап шегетін адамдарға көмектеседі. Қара мысықтар адамның теріс энергиясын басқа мысықтарға қарағанда 2 есе көп алады. Қызыл жирен түсті мысықтар адамға өздері оң қуат береді. Ал сұр, көк мысықтар миыңызды тыныштандырады. Ал ақ түсті мысықтар барлық жағынан да теңдесі жоқ емшілер. Иммунитетті арттыру үшін, егер сіз күн сайын 4-16 герц жиілікте орындалатын мысықтың пырылдауын тыңдасаңыз, бұл иммунитетке жақсы әсер етеді. Ғалымдардың пікірінше, мысықтың пырылы ультрадыбысты емдеуге ұқсас. Жаралардың жазылуын, сүйектердің өсуі мен қатаюын жылдамдатады. Парсы мысықтары буын аурулары мен остеохондроз белгілерін жеңілдетеді. Өміріңізді ұзарту үшін Геронтология институтының ғалымдары мысықтың өз асыраушыларының өміріне әсерін зерттей келе, өмір бойы үйде мысық ұстағандар мысығы жоқ адамдарға қарағанда орташа есеппен 13,5 жыл ұзақ өмір сүреді деген қорытындыға келді. Олардың қан қысымы жақсы және қандағы холестерин мөлшері төмен болып шыққан. Алтын ине саналатын мысықтар. Мысықтар ине терапевттері ретінде әрекет ете алады. Иесі мысықты көтергенде ол тырнақтарын босатады, ал тырнақтары ине салу процесіндегідей рефлексогендік аймақтарды тітіркендіреді, оятады. Бұл емдеу әдісі халықтық медицинада ежелден қолданылып келеді. Энергетикалық құрал. Биоэнергетиктер мысықты энергия ақпараттық құрылғысы деп санайды. Олардың пікірінше, егер мысық көбінесе иесінің басына жатса, онда ол гипертония немесе бас ауруына бейім болуы мүмкін. Егер үй жануарлары сол жақ жауырынға немесе иығына жатса, бұл жүрек аурулары барынан хабардар береді. Егер мысық бүйрек проблемаларын сезінсе, қожайынның арқасына, омыртқасына жатады. Мысықтың иесінің аяқтарында жатуы қан қысымының төмендігін немесе оның жиі суық тиіп ауырып қалатынын білдіреді. Мысықтың осындай пайдасы бар екенін білдіңіздер деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын.